Түркістан облысының бюджет түсімдерін ұлғайту және шығыстарын оңтайландыру мәселе аймақ басшысы Нұралхан Көшеровтің төрағалығымен өткен мәжілісте қаралды. Айта кетсек, жыл басынан бері жергілікті бюджетке 32 миллиард теңге көлемінде салық түсіп, өсу қарқыны 131%-ға жеткен. Биыл қосымша кіріс көздерін анықтау мақсатында салықтық тексеру, өндіріп алу, жаңама салықтарды әкімшілендіру жұмыстары жүргізіледі деп жоспарланған. Корпоративтік табыс салығы бойынша бекітілген жоспар 1 наурызға 2,4 миллиард болса, нақты түсім 4 миллиард құрады. Жоспарды 165%-ға орындалды. Өсу қарқыны 193,2%, немесе 1,9 миллиард өскен. Жеке табыс салығы бойынша бекітілген жоспар 8,5 миллиард болса, нақты түсім 8,3 миллиард құрап, жоспарды 97,3%-ға орындалады. Жиында аймақ басшысы Нұралхан Көшеров жауапты тұлғаларға шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің үлесін арттырып, көлеңкелі экономикамен күрес жұмыстарын күшейтуді, сондай-ақ халықтың салықтық сауаттылығын арттыруды тапсырды. Ал облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы Қанат Қайыпбектің айтуынша, қосымша кіріс көздерін анықтау мақсатында арнайы іс-шаралар жоспары бекітілген. Ауыл шаруашылығы бойынша жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, енді бұл жерде негізінен шаруа қожалықтары бойынша терең талдау жұмыстарын жүргізуіміз керек. Өйткені статистикамен және кірістер департаментінің үлкен мынандай мәліметтерінде ауытқулар бар. Соны біз соңына дейін жеткізуіміз қажет. Сонымен қатар жер қатынастары бойынша екі тармақ бар. Бұл жерде мынау уақытша жер пайдалану үшін жасалған немесе бұзылған келісімшарттар бойынша және заңды бұза отырып пайдаланған жер учаскелері туралы мәліметтерін ұсыну керек.